Нұрайымның қиналғанын көру Олжасқа ауыр болды, бірақ шыдады. Оған қанша рет шетелге бару жайлы айтса да көндіре алмады. Себебі Нұрайымның ата-анасының қаражаты оған жетпес еді. Әрі өзі үшін шашылып қалады деп ойлады. Демалыс. Нұрайымның басы тағы да ауырып жатыр. Басына суық су басты да қайтадан ұйықтап қалды. Біраз уақыт өткеннен соң Алтынай кіріп келіп: «Әпке, ояншы!» «Қойшы, Алтош!» «Әпке, әке, мамам бәрі тұрып алды. Сен ғана жатырсың. Бәріміз бірге таңға ас ішіп алайықшы. Мен тұрып дайындап қойдым. Болшы!» Нұрайым тұрып жуынып дастарханға келіп отырды. Төртеуі бірге тамақтанып алды. Сосын Нұрайым мен Алтынай үй жинап қойды. Алтынай қандай көйлек киерін білмей ойланып отыр. Нұрайым бөлмесінде Асылжанның фотосуреттерін қарап отырған. Алтынай кіріп келіп: «Әпке, көйлектеріме қарашы, қайсысы әдемі?» Нұрайым фотосуреттерді жаба салып: «Бір жаққа жиналдың ба?» «Бір жақ? Әпке, мамам, әкем, сен, мен төртеуміз киноға барамыз деп едік қой. Қалай ұмытып кеттің?» «Я. Онда оң жақ қолындағы көйлегіңді ки, сол саған әдемі жарасады». «Жарайды, ал сен не киесің?» «Білмеймін, қазір бірдеңе кие салам. Сен әкем мен мамама ескертіп айт. Олар дайындалып жатыр. Ал сен бірдеңе емес, әдемі киінші». «Менің мына көйлегімді кисең болады, саған әдемі жарасатын еді ғой», деп сол жақ қолындағы көйлекті ұстатып кетті. Төртеуі киноға барды. Нұрайым таңдағандай «Анаға жол» деген киноны көрді. Өте мағыналы екен. Сыртқа шығып, әркім өзінің әсерімен бөлісіп тұр. Мақсат: «Менің Нұрайымым өте жақсы кино таңдаған, солай ма?» Алтынай бүртия: «Әке, киноға баруға ұсыныс білдірген кім сонда?» Маржан күліп: «Мақсат, менің қыздарымды ренжітпе, одан да бәріміз бірге бір дәмханаға барайық». «Алақай, дұрыс айтасыз, мам, жүріңіз», деп оның қолынан ұстап алға жүріп кетті. Нұрайым олардың күлген түрлеріне қарап қуанып қалды. Шынымен отбасымен бірге уақыт өткізбегеніне біраз болыпты. Олар үйіне кеш қайта келді. Нұрайым біраз шаршап қалған екен, төсегіне жата кетті. Бір кезде телефоны шырылдаған соң қайта тұрды. Хабарласқан Олжас екен. Өзінің сыртта тұрғанын айтты. Терезеден сыртқа қарап еді, шынымен тұр екен. Сырт киімін киіп, ата-анасынан сұранып, Алтынайдың бетінен сүйіп, қайтадан шықты. Олжас күлімдеп қарап: «Қалың қалай? Жақсы ма?» «Я, жақсы, өзің қалайсың? Мұнда не істеп жүрсің?» «Жай серуендеуге шыққанмын. Сен есіме түсіп кеттің. Жүр, екеуміз серуендеп қайтайық». «Шаршап тұрмын, отбасымызбен киноға барып едік. Жаңа ғана келдік. Ренжімесең ертең, жарай ма?» «Мынаны қара, жігітінің айтқанына келіспейтін қандай қызсың?» Нұрайым күліп: «Ақмақ». «Жарайды, онда басқа қыздардың мазасын алайын». «Шынымен ба? Қызың бар ма еді?» «Жоқ», деп күрсінді. «Не болды? Болған сияқты ғой?» «Болды, бірақ ол сен сияқты емес. Сосын тастап кеттім». «Қалай сонда?» «Қоя берші, ол айтатын әңгіме емес». «Айтсаңшы, айтпасаң жібермеймін». «Жүр онда серуендеп қайтайық». «Жарайды, бірақ қызың жайлы айтып беремін деп уәде берсең ғана». «Айтамын, кеттік», деп алға жүріп кетті. Олар түнгі қаламен ақырын басып келе жатыр. Нұрайым Олжасқа қарап: «Я, неге қарайсың? Мен жаңа сол сүйген қызының жанынан келе жатқанмын. Біз ренжісіп қалдық. Үнемі одан кешірім сұрауға асығып жүретін едім. Бұл жолы біздің айырылысуымыз керек сияқты. Ол шеттен шығып барады. Мен одан кешірім сұраудан шаршадым». «Олжас, мен сенің қызыңның барын білмеппін. Сені де дос дейді ғой», деп ренжіп қарап. «Ал ренжісудің себебі не?» «Сол ұсақ түйек, айтпағаныма ренжімеші. Сен денсаулығың сыр беріп қиналып жүргенде мен қызым бар деп қалай айтамын?» «Онда сен менен алыстайсың. Сосын Асылжанға айтқан өтірігің ашылып қалады ғой». «Бәрін ұмыт. Дәл қазір қызыңмен татуласасың». «Жоқ, мүмкін емес». «Неге?» «Себебі ол мені тыңдамай, аузына келгенін айтады». «Ту, Нұрайым, мені қойшы. Өзің қалайсың? Қандай киноға бардыңдар?» «Анаға жол» өте мағыналы кино екен. Саған да көруге кеңес беремін». Осылай әңгімелесіп, біраз серуендеген соң Нұрайымның үйінің жанына келді. Нұрайым онымен қоштасып, үйге кіріп кетті. Таң ата Нұрайымның басы тағы да қатты ауырып жатыр. Шыдай алар емес.
Орнынан тұрып сыртқа шығайын деп киініп жатқанда әкесі Мақсат: «Қызым, қайда кеттің? Универге баратын уақыт болған жоқ қой?» «Папа, дүкенге нан әкелейін деп едім. Сізге бірдеңе қажет пе? Ақшаң бар ма?» «Иә». «Тоқташы қызым, ауырып жатқан жоқсың ба? Түрің біртүрлі аппақ болып кетіпсің». «Жоқ, бәрі дұрыс, қазір келемін», деп сыртқа шығып кетті. Нұрайым нан алып үйіне келе жатыр. Сыртқа шығып жақсарып қалғандай. Үйге кіріп отбасымен шай ішіп универге кетті. Сабақ аяқталып, Нұрайым универден шығып келеді. Сөмкесінен телефонын іздеп келе жатыр. Оны тапты. Қуанып қолына алып, бір номер тере бастады. Оған Асылжан алыстан қарап тұрған. Нұрайым оны байқамай жақындай бергенде Асылжан: «Сәлем». «Сәлем. Қалың қалай?» «Керемет. Өте жақсы. Сен үшін қуаныштымын. Сүйікті жігітіңе хабарласып жатыр ма едің?» деп көзімен телефонды көрсетті. «Менің кетуім керек», деп кетейін дегенде Асылжан артынан: «Сені жігітіңмен бірге кешкі асқа шақырайын деп едім. Мен де жаңа қызыммен таныстырғым келеді». Нұрайым жалт қарады. Асылжан: «Дұрыс естідің. Сен де менің қызыммен таныс. Кешкі 19:00-де Алтын ғасыр мейрамханасында күтеміз», деп кетіп қалды. Нұрайым үнсіз қалды. Жүрегі ауырып, көзіне жас келді. Өз-өзін ұстап күрсінді де Олжасқа хабарласып болған жағдайды айтып берді. Олжас онда баруға қарсы болды. Нұрайым оған жалынып көндіріп алды. Кешке Нұрайым әкесіне бір досымның туылған күні деп өтірік айтып сұранды. Оған сыртқа шығуға рұқсат етілді. Әдемі көйлегін киіп, шашын сәндеп отыр еді. Анасы Маржан кіріп оған жымия қарап: «Менің қызым қандай әдемі, көз тимесін», деп бетінен сүйді. Сол кезде Алтынай кіріп келіп: «Менше, мам, сен де әдемісің. Тек Нұрайым тұңғышым ғой, қарашы, бой жетіп қалыпты». «Ой, қойыңызшы, мен де бой жеттім ғой. Әпкем қайда барады тағы?» «Досының туған күніне барады екен, сен кедергі келтірме». Нұрайым күліп анасына қарап: «Шашым қалай, көйлегім жарасып тұр ма?» «Бәрі өзіңе құйып қойғандай. Сенің ұзатуыңды көрсем ғой шіркін». «Мам, бұйырса көріп қалармыз. Әпкем келесі жылы оқуын аяқтайды ғой». «Иә, сол кезде қызымды қалай жібереді екенмін». Нұрайымның жүрегі ауырып кетті. Көзіне жас үйіріле бастағанда ол өтірік күлімдеп: «Мен кеттім, сау болыңыздар», деп шығып кетті. Сыртқа шығып басын төмен түсіріп келеді. Ойланып кеткен, жылап келеді. Олжас көлікте отыр екен. Оны көрген соң терезесін ашып айғайлап жатыр. Бірақ Нұрайым естіген жоқ. Нұрайым шешесінің сөзін есіне алып, көңілі босап жылап отыр еді. Олжас көліктен түсіп, оның жанына барып: «Саған не болды, Нұрайым?» Нұрайым көзін сүртіп: «Ой, кешірші, келгеніңді байқамай қалыппын». «Неге жылап келесің? Отбасыңмен ренжісіп қалдың ба? Бармай-ақ қоюымыз керек шығар?» «Жоқ, Олжас, барамыз». «Бірақ ата-анаң?» «Жоқ, мен олармен ренжіскен жоқпын. Жай бір жайт есіме түсіп кетті. Екеуміз қазір Асылжанның айтқан жеріне баратын болсақ, мынадан да жаман болады. Одан да есіміз барда бас тартайық. Нұрайым, ақылға келші». «Сен маған көмектеспейсің бе?» «Нұрайым, мен саған көмектескім келеді. Оны басқа қызбен көрсең, қазір жүрегің ауырады. Өзің бір жетісіп жүргендей қашан өзіңді ойлайсың? Жағдайың күннен күнге нашарлап барады. Неге өзіңді қолға алмайсың?» «Олжас, мен тек оның қызын көргім келеді». «Көрсең жазылып кетесің ба? Соны айтшы маған». «Жоқ». «Онда неге өзіңді қинайсың? Сенің жағдайыңды біліп тұрып көмектесе алмау маған оңай дейсің бе?» деп Олжас көзіне жас алып қалады. «Олжас, мені кешірші. Осы уақытқа дейін жанымда болғаныңа рахмет. Мені ойлама, сау бол», деп Нұрайым жүгіріп кетеді. Олжас көзі жасқа толып, әбден жылап алады. Бір кезде есін жиып, Нұрайымды іздей бастайды. Телефонына хабарласты, бірақ Нұрайым жауап бермеді. Олжас Нұрайымды ренжіткеніне өзін кінәлі сезінді. Қайта-қайта қоңырау соға берді, бірақ Нұрайым жауап берген жоқ. Олжас Нұрайымға хабарламалар жазып кешірім сұрап жатыр. Оның үйге кірмегеніне сенімді. Мүмкін Асылжан айтқан мейрамханаға кеткен болар деген оймен көлігін қатты жылдамдықпен жүргізіп сонда келді. Нұрайым ішке кірейін деп тұр екен. Олжас: «Нұрайым, Нұрайым!» деп айқайлап жанына жүгіріп келді. «Кешірші мені, өтінемін, Нұрайым». «Жарайды, ұмытайықшы». «Нұрайым, мен сенімен біргемін.
жүр кірейік деп қолын созды. Нұрайым ақырын басын изеп, қолынан ұстап ішке кіріп барады. Асылжан олардың қол ұстасып келе жатқанын көріп, іштей қызғанып қалды. Жанында отырған қызға көзімен көрсетіп, келді дегендей ымдады. Олар жақындай бергенде Асылжан орнынан тұрып, «О, ғашықтар, келдіңдер ма?» Нұрайым Асылжанның жанындағы қызға қарап, «Кешіккеніміз үшін кешірім сұраймын, көп күтіп қалдыңдар ма?» «Жоға, ештеңе етпейді, танысып қойыңдар, менің қызым Салтанат. Ал бұлар менің достарым Нұрайым мен Олжас», дейді даусы бәсеңдеп. Нұрайым Салтанатқа қолын созып, «Танысқаныма қуаныштымын» деп күлімдейді. «Мен де», деп Салтанат та басын изейді. Олжас сол кезде қолын беріп, «Мен де танысқаныма қуаныштымын. Қане жайғасыңдар, отырып танысайық», деп осы кезде Асылжан сөздерін бөліп. Олжас Нұрайымды отырғызып, өзі жанына отырды да оған сусын құйып берді. Салтанат оларға қарап, «Өте әдемі жұп екенсіңдер, кездесіп жүргендеріңе қанша уақыт болды, білуге бола ма?» Асылжан жаман қарап отыр. Оны сезген Олжас, «1 ай болды, ал өздеріңше?» «3 күн ғана болды, негізі бұрыннан таныс едік», деп Салтанат жауап берді. Нұрайым орнынан тұрып, қолын жууға сыртқа шығып кетті. Оның артынан Асылжан да қолын жуып келем деп сыртқа шығып кеткен болатын. Нұрайым қолын жуып, орнына барайын дегенде Асылжан оны құшақтап алды. «Асылжан, жіберші», деп итеріп жіберді. «Неге? Неге, мен сағынбадың ба?» «Жоқ, біздің арамыз үзілген. Енді менің басқа жігітім бар. Соны түсінсеңші, Асылжан». Асылжан есеңгіреп тұрып қалды. Нұрайым оған қарамастан Олжастың қасына қарай кетіп қалды. Бірер минуттан кейін Асылжан да келіп олардың қасына жайғасты. Нұрайым көңілсіз отыр. Оны түсінген Олжас құлағына сыбырлап, «Бәрі дұрыс па?» деп басын изейді. Асылжан ала көзбен қарап, орнынан тұрып, музыкантқа баяу музыка қоюын сұрайды да Салтанатқа жақындап, «Жаным, алғашқы вальсімізді билемедік пе?» деп қолын созды. Салтанат оның қолын ұстап, «Билейік, сендер де билеңдер», деп Олжас пен Нұрайымға қарап ортаға шығып кетті. «Нұрайым, жүр билейік», деп Олжас Нұрайымды биге шақырады. «Қойшы, одан да кетейікші, мына жерден жалығып кеттім, Олжас. Енді келгеннен кейін шамалы шыдашы. Нұрайым, жүр», деп оның қолынан ұстап, олар ортаға шығып биледі. Биден кейін қайтадан столға отырды. Салтанат Олжас пен Нұрайымға қарап, «Үйлену ойларыңда бар ма?» Асылжан су ішіп жөтеліп отыр. Олжас, «Иә, енді үйленеміз ба деген ойымызда бар». Нұрайым күлімсіреп, «Негізі біз әлі асықпаймыз». «Неге? Махаббат жоқ па?» «Бар, тек біраз күте тұруымыз керек. Өздеріңше», деп Салтанатқа қарап. Салтанат жымиып, «Ол жағын мен білмеймін ғой, бұйырғанын көреміз», деп жауап береді. Төртеуі үйге қайтайын деп қоштасып жатыр. Салтанат, «Нұрайым, сен маған қатты ұнадың. Асылжанның достары менің достарым ғой. Жақынырақ араласып, құрбы болып кетуге қалай қарайсың?» «Иә, сен де маған қатты ұнадың. Артық қылығың жоқ, дәл өзім сияқты қыз екенсің. Бізді таныстырған Асылжанға рахмет», деп Асылжанға қарайды. «Жарайды, тағы да көрісерміз. Ренжімесеңдер біз кетейік», деп Олжас Нұрайымды алып кетіп қалады. Асылжан сырттарынан қарап, біраз үнсіз қалды. Олжас пен Нұрайым көлікке отырды. Нұрайым үнсіз жылап жіберді. «Бұл сенің қалауыңмен болып жатқан жайт. Бірақ әлі де кеш емес, оған шындықты айт. Жанында бол. Өміріңнің соңғы сәттерін соның жанында өткіз, Нұрайым. Өтінем». «Жоқ, Олжас, болмайды. Мен өлген соң ол қиналып қалады. Түсінші мені», деді Нұрайым көзінің жасын тыйып. Асылжан мен Салтанат көшеде келе жатыр. «Салтанат, сені таксиге салып жіберейінші, ренжімесең». «Сен қайда барасың?» «Бір жерге». «Қандай жер? Мен де барам». «Жоқ, сен үйіңе қайтуың керек». «Сенмен бірге барайыншы». «Мынандай уақытта бір өзің не істемексің? Жаныңда мен де жүрейін». «Салтанат, айтқанымды тыңда, таксиге отырып үйіңе барасың. Ал мені жайыма қалдыр». «Саған не болды? Неге маған айғайлайсың?» «Ештеңе, өтінемін, айтқанымды істе», деп такси тоқтатып, оны отырғызып жіберді.
Өзі сыраханаға кіріп кетті. Сыра ішіп таң атқанша отырды. Сосын аяғынан нық тұра алмай қисайып жүріп үйіне барды. Таң ата Нұрайым ұйқысынан оянып терезені ашып қойды. Салқын самал желмен біраз рахаттанып тұрды да киініп бөлмесінен шықты. Ас бөлмеге барып таңғы ас дайындайын десе, анасы дайындап қойған екен. Оған әкесі мен сіңлісі Алтынайды оятуды бұйырды. Төртеуі бірге тамақтанып алды. Сосын Нұрайым универге кетті. Сабақта отырғанда басы қатты ауырып кетті. Екі қолмен басын ұстаған күйі отыра берді. Оқытушы оған алаңдап дәрігерге жіберді. Дәрігер үйге қайтуын ескертіп айтқан соң жиналып үйіне бара жатыр. Басы айналып, аяғын әрең басып келеді. Көз алдындағы заттар қозғалып тұрғандай. Сөйтіп жүріп жолдан шығып кетіпті. Бір көліктің әрең тоқтағанын сезді. Көзін ашып кім екенін көре алмай жерге құлап барады. Көлікпен келген Олжас болатын. Нұрайымды көтеріп алып, көлігіне отырғызып ауруханаға бара жатыр. Нұрайым басын ұстап: «Тоқташы, көлікті тоқтатшы, сен кімсің?» «Жоқ, Нұрайым, ауруханаға баруымыз керек. Олжас, сен бе? Тоқташы, өтінемін». Олжас көлікті тоқтатып: «Нұрайым, ауруханаға барайық». «Жоқ, олар маған көмектесе алмайды. Басымның ауырғаны олардың берген дәрісінен жазылып кетпейді. Олжас». Олжас оған қарап үнсіз отыр. Оның бұлай қиналғанын көре алмай, көліктен түсіп сыртқа шығып кетті. Нұрайым көлікте басын ұстап отырды. Көзін жұмып, ақырын даусын шығарып санап отыр. Бір кезде көзінен жас тамшылап, аузын басып жылап алды. Олжас Нұрайымның есігін ашып: «Шық, тым болмаса таза ауа көмектесер». Нұрайым сыртқа шықты. Көзін жұмып алып терең тыныстап тұр. Ақырын көзін ашып еді, басының айналғаны біраз қойған сияқты. Қозғалып тұрған заттар тоқтап қалғандай. Жан-жағына қарап: «Біз мұнда қашан келдік?» «Ауруханаға осы саябақ арқылы бара жатыр едім. Тоқта дегенінде осында тоқтадым». Осы саябақ басқаларға қарағанда тып-тыныш. Адамдар да көп келмейді. Басым қатты ауырғанда немесе көп адам жүретін шулы ортадан жалыққанда осында келетін едім. Қазір бұл жерді де ұмытыппын ғой. «Қаласаң біраз серуендейік», деп қолын созды Олжас. Нұрайым оның қолынан ұстап саябаққа кіріп барады. Нұрайым телефонын қолына алып: «Сен 18 рет хабарласыпсың ғой?» «Иә, бірақ жауап бермедің. Саған алаңдап келе жатқанымда сені жолдың ортасынан көрдім. Көзім бұлдырап, басым қатты ауырды. Жолдан қалай шығып кеткенімді білмеймін». Олжас ауыр күрсініп: «Білесің бе, менің жүрегім ауырады екен». «Неге, не үшін? Ауруханаға барып көрінсеші». «Олар менің жүрегімді емдей алмайды, Нұрайым. Ол сенің мына түріңді көріп ауырады. Сенің әдемі раушан гүлінен су құйылмай құрғап солып қалған раушан гүліне ұқсап бара жатқаныңды көріп ауырып жатыр. Менің ең жақын досым сенсің, Нұрайым. Сені ажал алып кетпекші, ал мен бұны біле тұра ештеңе істей алмаймын. Сенсіз қалай өмір сүремін? Өзіңе бауыр басып қалдым, сен менің қарындасым сияқтысың. Қарындасымсыз қалай өмір сүремін?» деп көзіне жас алып, Олжас жылайды. «Қаласаң арамызды үзейік. Мүмкін сол кезде саған ауыр тимейтін шығар, Олжас». Асылжан сияқты алыстан қарап, іштей ренжіп жылайын ба, Нұрайым? «Өтінемін, Олжас, олай демеші. Менің өмірімнің соңғы сәттерінде бұлай көңілімді түсірмеші. Асылжан менсіз өмір сүруге үйренгенін қалағандықтан солай жасағанымды білесің ғой». Олар бір орындықта отырды. Олжас үнсіз іштей жылап отырса да, сырт көзге білдірмеуге тырысып отыр. Нұрайым ақырын басын ұстап аспанға қарап, көзінен жас тамып кетті. «Басың әлі ауырып тұр ма?» «Иә», дегендей Нұрайым ымдайды. «Аздап уқалап берейін, жазылып кетер», деп оның басын уқалай бастады. Нұрайым көзін жұмып үнсіз отыр. Бір кезде «Керемет, неткен ғажап» деген қыздың дауысы шықты. Екеуі жалт қарады. Олжас орнынан тұрып: «Сен мұнда не істеп жүрсің?» «Серуендеп жүрмін. Сені жаңа сүйіктімен көремін деп ойламаппын. Қандай жарасымды едіңдер. Бас ауырып тұрма, дұрыстап уқала. Жетер, менің ісіме араласпай жайыңа жүр. Мені осы қыз үшін тастап кеткеніңе сене алмай тұрмын. Мынаның менен қай жері артық, Олжас?» Нұрайым таңырқай қарап: «Сіз Олжастың қызысыз ба?» Олжас оның сөзін бөліп, жаңағы қызға тістене қарап: «Сенмен кейін сөйлесемін. Оған мән берме, Нұрайым. Аузына келгенін айта берсін. Қайне, кеттік», деп қолынан ұстап
Нұрайымды алып кетіп қалды. Екеуі көлікте келе жатыр. Олжас оның көңілін көтеру үшін бір жерге тоқтап: «Жылқыға отыруды білесің ба?» «Жоқ» деп басын шайқайды. «Қане кеттік» деп көліктен асыға түсті. Нұрайым сыртқа шығып жан-жағына қарап: кең дала, таза ауа, жылқылар, ауылға ұқсап кетті ғой. Бұл жерді ипподром дейді. Бұнда неше түрлі бәйгеге қосатын жылқыларды дайындайды. Әрі қала ішінен жалыққан тұрғындар бір сағатқа жылқыларды жалға алып серуендеуге болады. Сонда біз қазір жылқыға отырамыз ба? Иә, қорқатын ба едің? Жоқ, бірақ бұрын отырып көрмеппін. Қалай болады екен? Отырып көрмеген болсаң тіпті жақсы. Бұрын атам айтушы еді, жылқы адамның досы, ол бәрін түсінеді деп. Оларды жақсы көріп кетесің. Олар екі жылқыны уақытша жалға алды. Нұрайым жылқының жанына жақын барып, басынан сипалап күлімдеп қарап тұр. Олжас телефонын алып, оны фотоға түсірді. Ал Асылжан бөлмесінде Нұрайымның фотосуреттеріне қарап, онымен бірге өткізген бақытты сәттерін есіне алып отыр. Бір кезде әкесі бөлмесіне кіріп, бір үйге құжаттарды апарып беруді тапсырды. Құжаттарды қолына алып үйден шығып кетті. Таксиге отырып мекен жайына қараса, Нұрайымның үйіне жақын жерде орналасқан екен. Құжаттарды апарып беріп, Нұрайымның үйіне қарап өтіп барады. Алтынай сабақтан келе жатқан. Оны көріп: «Сізді бір жерден көрген сияқтымын». «Білмеймін» деп кетейін деп тұрған кезде, Нұрайымның сыртқа шығып: «Алтынай, Алтош, үйге кірсеңші» деген даусын естіп, тоқтап қалды. Нұрайым сасқалақтап: «Алтынай, жүрсеңші» деп қолынан ұстап кіріп бара жатқанда, Асылжан: «Нұрайым, қалың қалай? Мені көрмей қалдың ба? Неге амандаспайсың?» Жақсы, уақытым аз, үйге кіруім керек» деп кіріп бара жатқанда, Алтынай: «Әпке, бұл кім?» «Жай танысым ғой, жүр үйге кірейік» деп үйіне кіріп кетті. Асылжан үнсіз қарап тұра берді. Терең тыныстап үйіне кетіп қалды. Ертесіне Нұрайым универге сабаққа барды. Сабақ аяқталған соң сыртқа шықса, Олжас күтіп тұр екен. Нұрайым оған жақын барып: «Не істеп тұрсың?» «Сені күтіп тұрмын, Нұрайым, тамақтануға барайықшы, сенімен бірге түскі ас ішкім келіп тұр». «Жарайды» деп оның көлігіне отырды. Дәмханаға келіп, Олжас пен Нұрайым тапсырыс беріп күтіп отыр. Олардың бірге отырғанын көріп, Асылжанның досы оған хабарласып айтты. Асылжан асыға сол дәмханаға барды. Алыстан олардың күліп отырғанын көріп, көңілі түсіп кетті. Даяшыны шақырып: «5-ші үстелге менің атымнан коктейль жіберіңізші». Даяшы оның өтінішін орындады. Нұрайым оған қарап, өзін жайсыз сезініп отыр. Олжас даяшыға қарап: «Рахмет, сол үстелге осы 2 коктейльден апарып беріңіз». Нұрайымның көңілі түсіп қалғанын көріп: «Нұрайым, қаласаң басқа дәмханаға барайық» дейді Олжас. «Жоқ, осында отыра берейік». Олжас тамақтанып отыр. Нұрайым тамаққа қарап көңілсіз отыр. Олжас қасықпен тамақтан біраз алып: «Қане, аузыңды аш». «Қажеті жоқ, жегім келмейді, Олжас, қойшы». «Ол саған қарап отыр. Егер сен жемейтін болсаң, сенің өтірігің білініп қалады». Нұрайым аузын ашып жеп алды. Олжас: «Дәмді ма?» «Қане тағы да». «Олжас» деп басын шайқайды. «Бізден көзін алмай отыр. Давай жеп ал» дейді. «Жарайды» деп тағы да аузын ашты да: «Әрі қарай өзім жеймін» деп Нұрайым қасықты өзінің қолына алады. Асылжан оларға жақын келіп: «Қалдарың қалай?» «Жақсы, рахмет. Сендермен бірге отырсам бола ма? Ренжімесең». «Отыра бер. Салтанат жоқ сияқты, жалғыз отырғаның болмайды». «Рахмет» деп Нұрайымның жанындағы бос орындыққа қарап отырайын дегенде, Олжас: «Тоқта» деп өзі Нұрайымның жанына отырып: «Сен менің орныма отыр» деп Асылжанды өзінің орнына отырғызды. Даяшыға тапсырыс беріп, үшеуі үнсіз отыр. «Салтанат қайда?» «Үйіне кеткен еді, кішкентай інісіне қарау керек». Осы кезде Олжастың телефоны шырылдап: «Мен қазір келемін, әкем хабарласып жатыр» деп Нұрайымға қарап орнынан тұрып кетті. Осы кезде Асылжан Нұрайымға қарап: «Бақытты шығарсың, жігіттің қасында, сенен бір ел алыс кетпейді. Енді саған бөгет болмаймын, бақыт тілеймін» деп орнынан тұрып кетіп қалды. Нұрайым көзі жасқа толып үнсіз. Ол кеткенше артынан қарап отыр. Оны тоқтатып, құшақтап мауқын басқысы келеді. Бірақ әттең олай жасауға болмайды. Өзінің өлімінен кейінгі оның өмірі бақытқа толғанын қалайды. Олжас келіп: «Кетіп қалды ма?»
Нұрайым көңілсіз басын изейді. Олжас орнынан тұрып, жүр біз де кетейік, деп Олжас Нұрайымды аттракциондарға ойнауға алып келді. Балмұздақ жеп, ойнап, күліп, фотоға түсті. Нұрайымның бір қуыршаққа ұзақ қарап тұрғанын байқаған Олжас: не болды? Мына қуыршаққа қарашы, кішкентай кезімізде Алтынай осы қуыршақты аламын деп біраз жылап еді. Қаражаттың жоғынан ата-анам оны алып бере алмаған. Алтынай оны көпке дейін ұмытпай айтып жылап жүрді. Оны ұмыттыру үшін өзімдікі деп санаған ойыншықтардың бәрін беріп алдандырған едім.